Өміріңізде осы күнге той жасадыңыз ба үлкен? Енді андай үлкен тойды ма, мен өмірімде тек сол 2001 жыл үйленгенде сол үлкен тойым шығар сол. Онда бір жөнді машина алайық, кредитке дейді тоже. Мен айтамын, алмайсыңыз кредитке. Мен адамды көрген жоқпын. Бірде мені алып, ойбай, мен осымен рахаттанып өмір сүріп жатырмын. Ол мынаны алады, ертесі күні одан да басқасын алғысы келеді. Көмір түсіремін КамАЗбен, қаптап сатасың, металлмен айналсам. Азық-түлікке қанша жұмсайсыз? Енді қазір дейтін 2 есе қымбаттап кетті, бұрын алу емес енді. Бір тапқаның сол азық-түлікке кетеді, енді кішкене. Мен өзім үкіметтен жер алмаған адам. Үкімет бар ма жоқ па мен білмеймін. Әке-шешемізге жер орын берді, дача беретін, дачадан жер орын, үй расширение дейтіндер болды. Қазір жоқ қой біреуде қазір. Үйге не берді? Мынаны берді, папа дейді. Сол бірде мен оқып жатады, бүйтеді, артыңнан келіп қалды, алдыңнан келіп қалды, мен не істеп отыр, кім келіп қалды? Андай той жасамағанда мен жасамайын ба деп бір көкіректен шығады. Ол көкірек какой-то 2 күннен кейін оның басына келеді, ертесі күні кредитін жауа алмай отырады. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен, назарларыңызда Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмақожа. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, бүгін бізде эксклюзивті сұхбат. Неге олай десеңіздер, бүгін біздің қонағымыз әлеуметтік желіде кеңінен танымал 11 баланың әкесі, ғұмырында кредиттің қамытына байланбаған азамат Болатбек Қуанышбайұлы Әлмұханов келіп отыр. Болатбек аға, қош келдіңіз. Рахмет. Енді сізді әлеуметтік желіде кеңінен танымал деп айтып жатырмыз. Ол туралы өзіңіз білесіз бе? Білем, бір-екі YouTube канал келді, нелер шақыратындар бар. Бірақ бәріне әлдейлеп бара бермеймін. Арасында осылай келем. Неге бара бермейсіз? Әлде қызықпайсыз ба? Көп қызықпаймын. Көп қызықпағанда қалай, енді жұмыс болады, шаруа. Уақытында бара алмайсың деген сияқты. Жолдан көріп, танып жатқандар бар ма? Жолдан көріп арасында біреулер айтады, осындай көп балалы әке екенсіз, анау мынау деген әңгіме болады. Суретке түсейікші дейтіндер бар, мысалы. Бар, иә. Тұрасың бір суретке түсіресің. Танымалдық қалай екен жалпы? Ұнап жатыр ма? Ондай танымал деп қатты танымал. Енді ауыл таниды ма? Тайтөбе ауылы. Енді қазір Тайтөбе таниды. Тайтөбе бәрі. Енді бұрынғы өзіңіздің туып өскен жеріңіз Маңғыстау өңірде танып хабарласып жатқан шығар? Олар да көріп, олар да ризашылығын білдіріп жатыр. Біреулер айтады, Болатбек, сен осындай YouTube каналға шығып жатсың, көрдің бе дейді. Енді YouTube каналдардан да бар жалпы. Жалпы өзіңіз әлеуметтік желі қолданасыз ба? Жоқ. Қолданбаймын. Қарапайым телефон қолыңызда? Жоқ, кәдімгі андай сенсорный телефон ғой, ішінде WhatsApp бәрі бар. Қазір заманға лайықты ғой. Бірақ қарап отыратын уақыт жоқ сізде? Қарап отырғанда енді жұмысың болады. Жоқ, болады ол арасында бір жарты сағат шай ішіп отырғанда қарап отырасың, енді ауру болдық осы телефонға. Ол болмаса бірдеме үйде де даже телефон тастап кетсең, бірдеме жетіспейді. Алып кету керек обязательно. Бұрынғы ата-бабаларымыз қалай телефонсыз жүрді, сол таң қаласың бір. 43 жасыңызға дейін өмір кредит алмаған азамат ретінде әлеуметтік желі сізді қызу талқылап жатыр. Енді өзіңізбен жақынырақ таныссақ, қанша ағайындысыздар, отбасыңыз, ата-анаңыз туралы бір ауыз айтсыңызшы. Мен өзім Маңғыстауда, Жаңаөзен қаласында сол жерде мектепті бәрін сол жерде оқуын бітірдім. Сосын сол армияға барып келдім, сырттай Алматы қаласына оқуға түстім, ода диплом алып. Сосын Өзімнайгаздың несінде строительно-монтажный управление бар. Содан кейін ККС деді, сода жұмыс жасадым мұнайдың арасында. Сөйтіп сосын... Қанша ағайындысыздар отбасында? Сіздер... В общем, шешем 12 құрсақ көтерген ғой. Соның қазір 7-еуі тірі, 3 қыз 4 бала. Сол 2 бала қазір бір ағам, бір інім Жаңаөзенде. Біреуі Алматыда жүр. Мен осы Астанада. Қыздардан бір апам осы Астанада тұрып, жиен сестренкелері бар, осында жақсы жерлерде жұмыс жасап жатыр. Жоғары біліміңіз бар яғни? Жоғары білім бар. Жоғары білім бойымен жұмыс істедіңіз, дұрыс қой? Істегенде, мастерге дейін көтеріліп жұмыс жасадым. Ол кезде Бимант Мейрамбек дейтін мына менің бастығым болды, жақсы кісі болды. Сол разрядында көтерді, сол мекемеде жұмыс жасап жатыр. Яғни мұнай саласында еңбек еттіңіз? Мұнай саласында, Неге кеттіңіз? Неге кеткенде,
жазда отпуск аласың ғой, отпуск алып бала шағамен қыдырып келесің, осындай жүресің. Осында айтып отырмын ғой, мұнда да бір ағайындар бар, апаларым тұрады, сестренкалар тұрады, қарындастар. Енді біз үйдегіде балдарға, қыздарға қызық қой, үлкен салынып жатырған стеклянный дом, новый қала салынып жатыр. Сосын осында оқимыз, нетеміз деп жылда келгенде. Сосын соған жарайды деп осында көшіп келдік. Яғни бала шағаңыздың талап тілегі, сұранысы, өтініші негізінде келдіңіз. Ол кезде көшіп келгенде қанша балаңыз болды? 8 бала болды. Үлкендер менде қыз. Сосын осында көшіп келдік, 8 баламен көшіп келдім, сосын Бектемір дейтін осында туылды 9-шы жыл. Сонда тайтөбенің бәрі маған 9-й рота деп кличка қойып тастады. Мен Болатбек деп танымайды ғой ауылда жүргенде. 9-й рота. 9-й рота. Болат дейтін адам есім көп қой. Қанша ұл, қанша қыз сізде? 4 қыз 7 ұл. 4 қыз 7 ұл, е? 4 қыз 7 ұл. Ата-анаңыз, әкеңіз жайлы бір ауыз айтыңыз. Жоқ, ата-анам марқұм қайтыс болды. Шешем 2005-те кетті. Әкем 2015-те кетті. 2015-те қайтыс болды. Немере шөбере көрді ғой? Немере шөбере көрді, е. Шөпшек, немере шөбере көрді, енді шөпшекке жетмейді алған жоқ. Әкеңіздің... Әкемде сол пенсияда болды, арасында осы жылда келеді, жаз күндері келеді, осы Астанада қыдыртты, апаларым алып келеді, ағаларым алып келеді, осы Астанада. Әкем көрді, Астана, шешем көрген жоқ Астана. Үлкен кісілер ол 36-41 жыл. Енді әкеңіздің сізге ұдай айтатын ақылы? Ұдай айтатын ақылы бір кісілер адамның ала жібін аттама дейді, бір өтірік әңгіме болмасын, сондай. Біреуге қиянат жасама дейді, адал өмір сүр дейді. Адал болсаң Алла тағалам береді дейді, ол Аллаға шүкір. Әйтеуір ризамын жалпы өміріме. Бала күнгі арманыңыз қандай болып еді? Бала күнгі негізі арманым, армиядан келдім, мұнай саласына жұмысқа кірдім, айтып отырмын ғой, сырттай оқуға түстім, дипломды алдым, айтып бүйтіп. Енді негізі ойым бір мұнай компаниясында бір мастер, механик сондай деген ой болды жалпы өзімде. Басында. Енді оқу неттім. Сосын енді жаңа шебер дейді ғой, мастер. Шеберге дейін жұмыс жасадым. ККС дейтін мекемеде Жаңаөзенде. Айлық жалақы жақсы ғой мұнайдың айналасы. Қанша болды ол кезде жалақыңыз? Сол 150-200 мың, сол 2003-2004-терде сондай. Бәсе $1000, $1500 зарплата алып жүрдік қой. Үй жайыңыз болды? Үй жай болған жоқ менде. Қарашаңырақта болдыңыз ба? Жоқ, Қарашаңырақта енді отбасын құрғаннан кейін артында інім бар, 80 жыл інім бар. Ол енді мысалға үйленеді ол. Мысалға жалпы үйленеді. Сосын өзім жер орын сатып алдым 500 мыңға. Арақат үш дейтін бізде микрорайон. Сол жерден 500 мыңға жер орын сатып алдым. Сосын бір жыл бір комнатасын жайлап фундаментін құйып. Сол 5-6 жылда сол үй салып болдық. Өз қолыңыздан келеді ме құрылыс? Я өзім строитель жігітпін ғой. Каменщик, штукатурка бәрін істей береміз. Бірақ былай шабашки деп ондайға көп шықпаймын. Тек үйдің шаруасы болса. Тайтөбеден де 4-5 комнаталы үй салдым. Онда өздеріміз сол фундаментінен баса, сол бала шағамен фундаментін құйдық. Бірінші ескі үй сатып алдым ғой мен барғанда. Енді сразу новый үй сатып алуға мен жалақы ақша жеткен жоқ. Сірә білесің, 8 бала, 9 баламен квартираға ешкім алмайды. Кішкентай балалар бар, әлі бар, Аллаға шүкір кішкентай өткенде. Ноябрьде де кішкентай қызды болдым. Ақ ниет. Бол берік болсын. Сол, иә. Сосын келдім де несейін бір времянка қарадым, былай. Негізі мен Тайтөбе, Астанада таныс жігіттер бар, солар айтады. Тайтөбе ауыл. Енді қалаға жақын, адамдар да жақсы, қазақи адамдар бәрі. Сол, қарап жүрдім де сол Тайтөбе ауылынан 3 комнат үй сатып алдым. Бастапқы ақшаны қайдан алдыңыз, құпия болмаса? Құпия болмаса дегенде, жаңа айтып отырмын ғой, өзенде салған үйім саттым ғой. Ол жақта үйіңіз болды? Үйім айтып отырмын ғой, мен армиядан келгенде қарап жүрмесің ғой, жұмысың бар, фундаменттен бастадық та, сол жер орын сатып алдым, сол жақтан үй салдық. Бірақ ол кезде өзім салған жоқпын.
шабашниктерге беріп, жаңағы фундаментін. Ол кезде ақша бар қолыңызда. Ол кезде ақша болды. Ақша болды. Енді зарплата жақсы болды да. Үй салып отырдық. Енді болашақ жарыңызбен қалай кездестіңіз? Болашақ жарыммен негізі армияның алдынан танимын мен. Бір ауыл сол Жаңаөзеннің қасында Теңге дейтін ауыл бар. Тиіп тұр өзенге. Сол жақтың қызы. Сол мектеп оқып жүргенде таныстық, ағаларын танимын, бажаларын танимын, өзім сол алдын ала танып жүрдім. Сосын әскерге барып келгесін алдым осы раз. Қанша жасыңызда үйлендіңіз сонда? 21 жасында. 21 жасыңызда. Ол кезде жеңгеміз қанша жаста болды? 20 жаста. 20. Араларыңыз 1 жас. 1 жас. Үйленген кезде көп балалы отбасы боламыз деп өздеріңіз бір жоспарларыңыз бар ма? Жоқ, қайда ондай жоспар болғанда. Ондай жоспар болған жоқ. Енді сол Аллаға шүкір, Алланың берген байлығы ғой бала деген. Әйеліңіз қанша қайында? Ол да көп балалы отбасы. Иә, көп балалы отбасы. Қазір 4 бажам бар. Мен ең кіші күй баласым. Менен үлкен. Так, оларда да қазір жетеу. Бізде де жетеу, оларда да жетеу. Тұңғышыңыз қыз ғой, иә? Оқуын Тайтөбе мектебінде Қызылға мектептерін бітірді. Оқу орнына түсті, Евразия университетіне. Грантқа түсті ғой? Иә, грант олар енді. Қызылмен бітіргесін анда бар енді. Сол нелерін тапсырды, экзамендерін жақсы бал алып, жақсы болды. Мамандық қандай? Банкир. Банкир болғанда финансовый не ғой олардың оқыған. Қазір 1 жыл болды, сол банкта жұмыс жасап жатыр. Сізге кәдімгідей қолдау көрсетіп жатыр. Енді қолдау дегенде мен оған енді қыз балаға өзіне оқыт көп керек, сөздің шыны керек те. Қазір білесіз ғой. Енді мыналар кішкентай кезінде балдар бір-бірінің киімін кие береді. Енді ана қыздарға былай болмай, жастар 23-24-ге кетті қазір. Өздерінің табысы, енді үй болғасын келеді, нан әкеледі, біраз пайдасы неге тиіп те жатыр енді. Әкеледі, нан әкеледі, звондайды. Маған звондайды, или мамасына звондайды, мысалы, қаладан келе жатырғанда енді через магазинде тұрым, нан алайын ба, не жоқ, үйде сүт алайын ба деп. Сондай жақтарынан оның өзі біраз не. Сол екінші қызым да сол IT-ге түсті осы. Ол да оқуын бітіріп, қазір ол да өз мамандығымен жұмыс жасап жатыр. Грантты оқыды, иә? Ол да грантты оқыды, иә. Екеуі де жаңа тағы магистратура сода оқып отыр қазір. Еще жұмыстан сағат 7-те шығады да 7-те барады магистратура. 2 жыл ма, 3 жыл магистратурада оқиды, сода оқып отыр. Тоже жаңағыдай немен. Грантта? Грант. Еще стипендиясы бар, қанша 70 мың ба, сондай стипендиясы бар, зарплатасы бар. Аллаға шүкір. Өзіңіз мектепте қалай оқыдыңыз? Енді мектепте қатты жақсы оқыған жоқпын мен. Енді 5 деген сабақ еңбек ба, денеден 5 болған шығар. Қалғандары 3 пен 4. Балаларыңыз, қыздарыңыз білімді. Кімге тартқан? Білмеймін енді кімге тартқан. Нағашы жұртына ма? Иә, нағашыларында да бар енді жақсы жерлерде жұмыс жасап отырған нағашыларым. Нағашыларым мен қайын жұртым ғой, нағашыларым болды. Яғни сіздің қазір 2 қызыңыз жоғарғы оқуын бітірді. Бітіріп жұмыс жасап отыр. Қанша балаңыз мектепте? Қанша бала болғанда екеуі сол жұмыстарында жасап жатыр. Студенттен бастаймын ба? 2 ұл Көкшетауда МЧС-те оқып отыр. Яғни 2 балаңыз, алдыңғы 2 қызыңыз оқу орнын бітірді. Магистратурада оқып жатыр. Магистратурада, кешкісін магистратурада оқып. Жұмысын істеп жатыр. Жұмысын істеп жатыр. 2 ұлыңыз? 2 ұлы, ол үлкені келесі жыл бітіреді, одан кішісі, содан кейін 2025-те. Қазір мектепте қанша балаңыз бар? Қазір мектепте тек біреуі бармайды. 5 дегенде 6 мектепте бар. Тамаша. Енді 6 мектепте. Енді балаларыңыздың есімін атап беріңізші ма? Тұңғышыңыздан бастап. Тұңғышы Ақниет қыз ғой. Одан кейін есімін кім қойды? Оның есімін өздері апалары қойды, жаңа оқу бітірген солар өздері 3-4 есімді алды да
негізі мен бір есім нетемін, папа біз қояйық деп, өздері ладно қойсаңыз қойыңыз. Мен ондай таласпаймын, есім қоюға не. Яғни біріншіңіз Ақниет. Ақниет. Екінші? Одан кейін кім? Нұрахмет. Нұрахмет. Нұрахмет бірінші класста. Екінші класста. Сосын Бектемір одан кейін. Бектемір. Ғабиден Ғафур. Ғафурдан кейін Ильяс. Одан кейін Майра. Майраның ағасы Астанбек. Оның ағасы Алмат. Одан кейін Мөлдір. Ең үлкені Рахима. 11 баланың ішінде қайсының есімін өзіңіз қойдыңыз? Мен есім қойған жоқпын. Сол, мен даже осы Астанаға келгенде бір жолдас балам болды, жақсы араласатын. Сол бір ұлыма, ол не болды жаңағыдай, тілекші болып жүрді. Ұл болса осындай қылып қояйық, қыз болса осылай қылып қояйық деп. Сол бір ұлдың есімін сол әкесінің атына қойды, жаңағы Рахмет. Сол осы Астанада тұрады, сол араласып жүрген жігіттер. Енді әлеуметтік желіде бағана айттым ғой сізге, қызу талқыланып жатсыз деп. Бір ұлыңыз мал бағып жүрген жеріне сұхбат берді. Сол жаңа Көкшетауда оқып отырған балалар ғой. Қазір сол 3 ай демалысқа келді ғой. Сосын ауылдың малын енді қарап 3 ай не істейді. Сірә Көкшетауда олар суббота воскресенье демалады, қыдырады жүреді. Оларға Көкшетау, ана аржанда не бар ғой жаңа, демалыс бар, Зеренді бар. Ол жерлерге өздері барып келіп жүр. Сосын жазда мында келгеннен кейін олардың өздері маған айтқан, жұмыстың реті болса, сосын ауылдың малдарын как раз мал бағатын бақташы болған жоқ. Сосын ауылдың үлкен кісілерімен сөйлесіп, ауылдың малын бақтық. Қазір? Қазір енді мал енді жаңбыр жапты, қазір қойды ғой. Мал сезон бітті ғой, қазір біреудің малы не болса, күн салқын, жер галет болса, мал бағу қиын ғой қазір. Шап айырып кетеді, сондай болады. Сосын бәрі үйлерінде өздері нетіп бағып отырған малдар. Мектептегі балаларыңыздың қазір қай сыныптарда оқып жатыр? Қай сыныпта болғанда ең үлкен 10 сыныпта ғой. 10 сыныпта. Майра дейтін қызым. Одан кейін 9, солай төмен түсе береді. 7, 6, 3, 2. Енді ұлдарыңызды еңбекке баулыдыңыз. Қолдан келгенше енді осылай мен де айтамын ғой, жаман жүрісте жүрмең, балаларға да, қыздарға да. Өзіңіз ала жібін аттамаң, әкем қалай айтып кетті солай. Біреуде бір деп айқайлап атса, кейін қарай болып кетіп қалың, ертесі күні оның өзі мысалға өзінің ошибка несін түсінеді да, ертесі күні өзі кешірім сұрайды ол адам. Біреу деді, б деп айтпаң никогда. Солай тәрбие солай балаларға да, қыздарға да. Болады ғой, мысалы біреу ерегесіп қалса, сен айта сал. Ұлдарыңыз спортпен шұғылданады, Спортпен шұғылданатындары бар енді. Бәрі бірдей емес, бар енді ішінде. Қосымша секцияларға бересіз бе? Қосымша секция болғанда сол не ғой, мектебін оқиды. Жоқ, андай секцияларға барып жүрген жоқ қазір. Енді басталып отыр ғой, сентябрь, октябрь оқу. Осыған дейін бердіңіз бе? Спортқа, күреске дегендей. Спортқа, балалар бос кездерінде жаңа барды, күрес. Жаңа 9-шы класс оқитын Ильяс дейтін олым, ол 7-ші класстан бастап жаңа неге УПС сондай айналысып кетті. Қазір ондай көп шығып жүрген жоқ, мен дейтім. Аяйсың бір жаңа. Сондайларға да шыққан балалар бар ішінде балдар. Қазақстанға да шықты, Қазақстанға өз салмақтарында. Бірақ менің де балдар әйтеуір өскен сайын кішкене несі крупныйлау болады, 9-шы сыныптарда өз жасына қарағанда. Енді бір жағынан не ғой, спорттың арқасы, спортпен айналысқан жақсы ғой. Бәріне сондай тілеймін ба, енді қазақтың балалары спортпен қазір не деген мықты-мықты спортсмендер шығып жатыр қазақтың. Елімізді, туымызды көтеріп. Соның бәріне Қазақстанды танытып дүние жүзіне. Рахмет сол спортшыларға. Енді бағана бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, балалар, мектептегі балалар бірінің киім бірін киіп өсе береді, өсті. Енді жастары сол киім киеді, енді үлкен сыныптардағылар олар бір-бірінің киімін кимейді ғой енді. Кішкене тозады, материал тозғасын көрініп тұрады дегенсе. Кішкентайларыңыз кие береді, Кие береді олар, бір-бірінің киімін киеді, нетеді сөйтіп. Әке, мен мына киімді кимеймін, маған жаңа киім алып бер деген талаптар болған жоқ па? Енді талаптар болғанда олар енді айту 9-шы сыныпта, 10-шы сыныпта солай басталады уже үлкейеді енді. Кішкене есі кіріп бастайды ма, сол балалардың. Дұрыс енді олар енді киім
Кейін болғанда олар да бүйтіп қарап жүрмейді енді, бір жұмыс болса, бір майда шүйде жұмыстарға да, мысалы мен өзім үйдің қасында кішігірім гаражым бар, кешке қарай машинаны ремонттайсың, жаңағы ходовка, мордовка дейтіндер болады ғой, сонда шақырып алам, бұларға да интерес болады, келеді, көмектеседі, ананы бұра, мынаны бұра, ананы аша бер деген сияқты да. Одан түскен тиыны енді сен балаңа кроссовкасын алып бермей басқа не істейсің ол ақша. Сол арасында сондайлардың тірліктері бар. Яғни еңбекке баулып жатсыз қолыңыздан келгенше. Қолдан келгенше, енді қимылды. Сол жаңа Көкшетауда оқып жүрген сол. Солар Көкшетауға кетіп қалды да мен өзім көп ондай техникаға крупный жұмыс ала алмаймын. Олар болғанда мен машинаны көтеріп тастап, астынан артына дейін шығарды. Енді кішкене ондай жұмыс жасамай, бір майда шүйделер болады, там кішкене. Оны қалай үйреніп алды балаңыз? Әлде СТО-да қосымша жұмыс істеді ме сізден бөлек? Жоқ, мен өзім бұрын сол 20 жыл бір жаннан сол не? Мен өзім бұрында сол 15 күндік жұмыс болды негізі мен бастағанда. Вахтовый сияқты болды ғой енді сол өзінде. 15 күн жұмыс жасаймын, 15 күн не істеймін? Қарап жүргенше жаңа жездем моторист болды, сосын осындай жолдас жігіттер, солардың қасында жүріп өзім үйрендім. Оны балаңызға үйреттіңіз? Енді сол балдары, мен ана сол ұлдарым сол 6-7 сыныптан бастап машина ремонт жасайды ғой. Қазір Тайтөбеде бар ана жүретін жігіттер, солар айтады, ұлдарың келген жоқ па, мына суботта келе ма дейді, анандай мындайларын ауыстырып тастайық дейді. Сондайлар болады. Сосын мен қараймын, бір не болатын болса, өзім қолым тиетін болса, өзім де айтам. Әкел, өзіміз ауыстырып тастаймыз, әкеледі. Енді андай қаладағындай баға деп заряжать етпеймін, сол Посойский болады ғой, там мысалы СТО 5 мыңға сетсе, мен жарты бағасын аламын деген сияқты болады, енді гараждың ішінде. Гаражда ұлдарыңызбен бірге тұрғыздыңыз? Гаражда ұлдарыңызбен бірге тұрғызып алдыңыз? Иә, гараж сол келгеннен кейін бір 2-3 жылдан кейін салып алдым ғой гараж. Мына Астананың погодасында гараж по-любому керек қой. Мініп жүрген машина көлігіңді хотя бы салып қоятын ішінде. Таңертең от алдырғанда жақсы от алады, қар бас жатпайды деген сияқты. Боранның астына тастаңыз. Балаларыңызға киім алатын кезде өзіңіз бірге барасыз ба? Жоқ, мамасымен барады ғой, шешесімен барады. Ұлдарыңыз киім алғанда да шешесімен барады? Иә. Енді кішкентайлары барады да, үлкендері есін білетіндерге осылай айтасың, өздері барады да, енді қатты қымбат киім де алмайды, енді өзіне жоласы келетін киімдерін сатып алады. Яғни ақшасын өзінің қолына бересіз? Иә, ақшасын. Мен жоқ, мамасымен барады, бірақ өзі таңдайды ғой. Өзі таңдайды, мама мынаны етейін дейді. Енді оларда да мен мынандай әйтеуір, может, жаңағыдай қатты қымбат киімдерге жабыспайды. Көйлек болса да, футболка болса да, мысалға. Бар ғой, мысалы, екеуі бірдей футболка, ана жерде тұрады 30 мың, мына футболка 5 мың теңге. Жаңа 30 мыңға 5 мың екеуін сатып алса, алма кезек кетті, солай сияқты. Солай болып тұр. Орташа есеппен қанша ақша жұмсайсыз киімдеріне? Маусымдық киімдеріне? Маусымдық киімдер болғанда үйде биталды киім ала бермейді ғой, мектепке киім, сосын осындай қысқа. Жақсы, қыркүйекке қанша ақша жұмсадыңыз? 11 балаңызды киіндіруге? Оны мамасы біледі енді. Жоқ, енді үйде ақшаны жолдасыңыз ұстайды ма? Иә, келіншегім ұстайды. Орташа есеппен айта аласыз ба мысалға? 500 мың, 300 мың дегендей. Мемлекет тарапынан 201 мың ақша бөлінді. Сосын оны мысалға киім алса, куртка, жемпір, кроссовка алса, соның чектарын алып қойын керек те, оларды WhatsApp-пен жібересіз сол орынға, сол мекемеге осындай киімдер алынды деп. Сол 201 мың теңге сол көп алып. Ол да бір неде көмек салу болсын, мемлекет тарапынан көмектер болып тұрады. Оған қосымша үстіне қостыңыз ба? Енді бір киім алғанда енді 500 мың теңге дейсіз, бір сезонға 500 мың. 500 мың бір сезонға. Иә. 11 балаға. Әлде алдыңғы екі қызыңыз өздерінің өздері ақтап жатыр ма? Жоқ, олар өздерінің өздері ақтайды. Олар да інілеріне, қарындастарына нелеріне киім алып береді. Туған күні болғанда бірдеме әкеліп бере қояды. Иә, жайлап не алады, қол ұзарады дейді ма? Келін түсіргенде қол ұзарады, мамасының деген сияқты, балдар оқып, жұмыс жасаған сайын, әйтеуір қол ұзарып, кішкене кетеді соңғы. Ұлдарыңызбен жиі сырласасыз ба? Әкелі балалы болып? Әкелі балалы болғанда отырғанда енді постоянно сырласа бермейсің ғой, енді аптасына 1 рет, 2 рет болады. Онда да жаңағыдай жақсы жүремін, жаңағыдай
темекі тартпаң, насыбай атпаң, арақ ішпең, ол уақытты көз көрсетеді. Өзіңіз ішімдікке жоқсыз ба? Арақ Жоқ, шарап, темекі. арасында мына той мерекелерде болады. Жоқ, темекі тартпаймын. Арақ ішемін. Балаларыңыздың арманы қандай? Енді өздері жаңа банкир болып, банкта жұмыс жасайын деп өзі оқуға түсті. Ол қазір банкта істеп жатыр. 1 жылдан кетті. Екінші IT. Компьютермен жұмыстары ғой, мен түсінбеймін, IT дейді адамдар. Өзі үйде отырады да, сол компьютермен жағаласады, жұмысында да сол компьютермен. Енді екі ұл МЧСник болам, пожарный болам деп ұмтылып жатыр ғой, енді білмеймін, ол ары қарай тағы да адамдарда болады ғой. Мысалға, мен де өзім мысалға ойлаған жоқпын ғой, осындай Астанаға көшіп келем деп. Ондай негізі армиядан келгенде. Мен армиядан келгенде, жаңағыдай айтып отырмын ғой, сырттай оқуға түсіп, мұнаймен арпалысып, жұмыс жасап, мұнайшы болып жұмыс жасап жүрмін. Елімізде қазір ресми статистика бойынша 8,5 миллион адам кредиттің қамтына байланып отыр екен Қазақстанда. Бұл енді шынын айту керек, үлкен үрейлі статистика. Сізді шақырып отырғанда жөніміз осы. Сізді әлеуметтік желіде белсенді азаматтар басым көпшілігі сіздің өмір кредит алмағаныңызға сенбей жатыр. Сіздің осыны өзіңіздің аузыңыздан естейікші. Кредит алғыңыз келмеді ме, әлде банк сізге кредит бермеді ме? Жоқ, жолын тапсаң алып жатыр ғой, жұмыс жасамайтын адамдарды алып жатыр кредитті, ішінде нелер мен бір былай махинация жасап алатын варианттар бар. Бірақ оны не істейсің, мысалы, ол кредитті алғасын, оны жауып білуің керек уақытында. Ондай жол кредитті алғанда енді проценті жаңа пайыз аз болса, оны бірдеме алып жатыр. Қазір 5 миллион алсаң, оны 7 миллион, 8 миллион қылып қайтаруың керек. Ол бер жағы. Ол бер жағы. Мен 5 миллион. Мен енді кредит вообще алған жоқпын деп айтқанда, жаңа студент балаларға компьютер 300 мың, 400 мыңдарға, 200 мың болды товарға конкретно. Мысалға, олда пайыз өспей ма, телефондар алып бересің, сразу барып 50 мың, 100 мыңға телефон алуға да. Ондайлар болды, жылына бөліп төлеуге. 10 мың, 20 мың теңге айтып, сен жалақың примерно өзің білесің, айына 200-300 мың көтерсең, сен айтып, мына кредит жауып сен, мынаны жауып сен. Жаңағыдай көлік алам деп, үй алам деп, ондай кредит алған жоқпын. Ондай кредит алған жоқпын дейді алды. Болмаса болады, мысалы, жұрттар Toyota Саракопқа айдап жүр, Крузаға айдап жүр деп барып, ішіне бір адамдар тығып, кредит қылып апомтет олы болады. Мысалы, үй қаладан 3 комнат, 5 комнат тұрайыншы деп қаладан. Оны ертең жабатының бар. Оны жабасың ба, или бала-шағаңа тамақ бересің ба деген сияқты. Одан да без кредит, жай тамақты от души отырып жейсің ғой, спокойно. Звондамайды да. Мен көріп жүрмін, бір таныстар бар, бір жерде отырғанда звондап атап, машинасында ремонт жасауға келгенде, кредит алмай қалады телефон. Звондай берсінші дейді. Сондайлар бар енді, өмірі болғасын, қайта звондап атып кредит. Мен өйтіп, менде беспокоит еткен болды. Негізі шама келсе, бұлай ақшаң болса, онда ақшаң көп болса, мысалы, алып мінуіңе болады, үйіңді ал. Сенің бір аржаңы жетпейтін болып тұрып, сен кредит алып, ертең қиналып жүретін ол. Болмайды негізі ол. Кредит олай алмаған жақсы. Қазір енді мойындау керек, қазақ қоғамы, сіз бен біздің бауырларымыздың басым көпшілігі кредит алып, той жасап жатыр. Келіспейсіз бұны, мен түсінемін. Жоқ, оған келіспеймін мен. Не айтасыз? Ертең ол жоқ, кредит алып той жасаған, қарыздан той мереке жасауға негіз болмайды ол. Ертең қарызың бар, сен 5 жылға сен бір кішкене той жасайын деп. Сен шаман келгенше жаса ол тойды. Сен не обязательно ресторан жалдап. Үйге де жасап жүруге болады. Бір күн ағайының шақыр, бір күн жолдас балдарың шақыр, бір күн тағы осындай шақыр. Ата бабаларымыз сол 40 күн тойын, 40 күн несін жасап деген осындайдан болған шығар, олар кредитсіз өмір сүрді ғой, сөзінің шыны керек. Вот мен де мысалға солай істеймін. Мысалы, менің туған күнім болса, бір күн жолдас балаларды шақырасың, бір күн көршілермен үйге шақырып, бір кішкене ет асып жіберіп, туған күнін жуып жіберейік, жаңағыдай мүшел жас деген сияқты. Енді мүшел жасы болмайды ғой, былай енді. В основном көбіне енді құрдастар көтсін. Ағайын тумаларды отдельно шақырасың. Оны бәрін бірге шақырсаң үй сыймайды ғой. Өміріңізде осы күннен той жасадыңыз ба үлкен?
енді андай үлкен тойды ма, мен өміріме тек сол 2001 жылы үйленгенде сол үлкен тойым шығар сол. Онда да әке шешем жасады ғой тойды. Онда да біздің неде ондай ресторан жалдап жоқ бізде не? Столовый. Үлкен столовый болды, сол столовыйда жасадық тойды. Енді ертеңінде Алла амандығын берсе, қызыңыз құтты ұясына қондырасыз. Ұлыңыз келін алып келіп түсіреді. Тойды қалай жасайсыз? Кредитқа басып қойсыз ғой? Кредитке басып қойдым. Жоспар бар ма? Әлде жинап жатқан қарызы бар ма? Кімнің? Сіздің өзіңіздің қазір алдын ала. Ақшаң бар ма дейсің ба? Иә. Жоқ, енді бұл Қызыңыздың қазір алдына 24-ке келді деп отырсыз, 24-ке келді. Ертең Алла амандығын берсе, тұрмыс құрамын десе. Тұрмыс құрамын. Жоқ, жалпы енді ойлары бар ғой енді енді олар енді бізде айтатын жаңа оқуын бітіріп алды енді келесі жыл бітіреді жаңа несін магистратурасын. Олар да мысалға жаңағыдай енді қыздарымды мен бала қыз деп айырмаймын, бәрін бірдей жұмсаймын, бірдей мысалға машина айдап сол 6-7 сыныптарынан бастап қыздарым да машина айдайды қазір, көлік жүргізеді. Енді дейді, папа ақшамыз бар, жөнді машина алайық, кредитке дейді тоже. Мен айтамын, алмайсыңыз кредитке. Болды. Одан да таксимен жүріңше жарақаттанып, такси 200 теңге сен құятын бензинің бар, анауың бар, ертең уходың бар, кредитің бар. Сен ертең басына қызығасың, бір айдан кейін ол қызығың басылады одан. Любой затқа солай ғой, мысалға. Андай үлкен телевизор аламын дейсің, андай аласың бір апта, максимум бір ай, одан кейін сен одан абсолютно қызығы басылады. Любой заттан. Мен адамды көрген жоқпын. Бірде мен алып, ойба, мен осымен рахаттанып өмір сүріп жатырмын. Ол мынаны алады, ертесі күні одан да басқасын алғысы келеді. Қазір елде мына қарсыз қоғам деген жүріп отыр ғой. Сонда елде қазір көп қарызданып, несие алып, кредит алып, жауап алмай жүрген отбасылар көп. Менің де өзімде айналамда да, көршілерде де бар мысалға. Ол бір уақытта алып қалды да жаңа. Ол жаңағыдай той жасаймын деп алады, машина аламын деп алады. Ол негіз бет алды олай ары қарай сен ол қарызыңды жаба алмасаң, кредитіңді жаба алмасаң, алмаған дұрыс. Мысалы бір мекемеде жұмыс жасап жүреді, ол мекеме жабылып қалады. Ертең ол кредит жабылмайды ол кезде, кредит тұра береді. Ол өзінің бала шағасына келіп ауыр тиеді. Ертең бала шағасымен айқай, сен күндегі тауып жүрген табысың таба алмай қаласың үйде. Айқай болмай не болады? Соған айтады, әйел айтады. Осылай дейді. Баланың бір тойы бар, андай той бар дейді. Андай ресторан жалдаймын. Андай той жасамағанда мен жасамайын ба деп бір көкіректеніп шығады. Ол көкірегі какой-то 2 күн. 2 күннен кейін оның басына келеді де ертесі күні ол кредитін жаба алмай отырады. Сол үшін мен айтатын қоғамға кредитті шама келсе кредит алмаң. Сіздің жалпы өзіңіздің қазір тұрақты жұмысыңыз бар ма? Тұрақты жұмысым болғанда акиматта жұмыс жасап отырмын. Рабочий болып. Айына табыс? Айына общий 100 мың, қолға 80 мың теңге. Одан бөлек? Одан бөлек жаңағыдай машина ремонт, сосын қазір жұрттар жер үйде тұрғасын, жер үйде бір тірліктер жасауға болады. Көмір түсіремін КамАЗбен, қаптап сатасың, металлмен айналсам, мысалы бір жерде арзан металл болса сөзіңсің, барамда келісіп алып кетемін, весамен барам, газельмен тиеп алам да, оны апарып қалаға апарып өткіземін. Сондай металл, тірліктер бар әйтеуір қимылдаған адамға. Аяқ қолы жұмыс жасап тұрса, ол главное адамға желание керек те. Шығып таңертең былай істейінші, мынандай қылып істейінші деп шықсаң, бірдеме тауып келесің. А үйде жатып ешқайда шықпасаң, ол қаяқтан сен ақша табасың. Адам әйтеуір күніне қимылдасаң таңертең. Сонда орташа есеппен қанша табасыз қазір айына? Шамамен. Шамамен средний 300 мың, 350 мың табам ғой. Сізде кредит жоқ? Кредит жоқ. Жолдасыңызда ше? Олда да жоқ кредит. Алмайды? Жоқ, кредит алмайды. Сіздің қазір орташа табысыңыз 300-350 мың теңге. Жолдасыңыз мемлекеттен көмек алады? Мемлекеттен қанша алады? Көмек алғанда сол 100 мың үстіне алады ғой. 100 мың, жақсы, 450 мың теңге. Сіздің айлық шығыныңыз қанша болады? Азық түлікке қанша жұмсайсыз? Енді қазір дейтін 2 есе қымбаттап кетті ғой, бұрындағыдай емес. Енді бір тапқаның сол азық түлікке кетеді, енді кішкене жинап қойып отырасың да, оған тағы да көмір алып тастайсың оптың. Или жаңағыдай бірдемеге
айналдыруға бір оборотқа бірдеңе салып жібересің сол ақшаны. Мгм. Мен машина алып сатамын. Мысалы ескі машиналарды мен алам, Мгм. ремонт жасаймын. Ремонт жасап солай сатып жүрдім машиналарды. Сол ол да бір движение. Бизнес. Неде біреудің үйінің алдында тұрады, ол басқа машина алған, ана машина керек емес, май жеп кетті, коробка сынып жатыр, бір сондай. Оны мен барам да келісіп. Мысалы оның бағасы нақты жасап жүріп тұрса 600-700 мыңның машинасы. А мен барам да соны 200-300 мыңға сатып аламын ремонтный состояние. Мгм. Алам, ерінбей вложение жасаймын, салам, сосын колесоға салып қоямын, сатып жіберемін машина. Ол да солардың бүйтіп айналғанда сол. Мгм. Сонда орташа есеппен сіз айына азық түлікке 100 мың жұмсайсыз ба? Жете ма? 100 мың жетпейді ғой қайда. Жетпейді. Күніне средний 10 мыңнан 300 мың тамаққа кетеді ғой, 200-300 мың теңге тамаққа кетеді. Тайтөбе ауылына қашан көшіп келдіңіз? 2013-те. 2013-те. 2014-тен бастап тұрып кеттік қой соны, Тайтөбе. Мгм. Өкініш жоқ қой. Жоқ. Көшіп келгеніңізге. Тайтөбенің халқы да кәдімгі қазақи жақсы, молодец, халқы жақсы. Бірінші келгенде көп адам танымайсың, осындай сонда жергілікті жігіттері келіп, қандай бір не болып жатса айт, звондасайық, былай қандай көмек керек деп болды сондай. Яғни қайырымдылық берсе сіз қайырымдылықпен бірдеме қарсылық білдірмейсіз. Даже жаңағыдай біреулер бар да, жаңа қалада, қазір көп қой қалада. Қалада мысалға енді ағасы, апалары қалада тұрса, солар жаңағыдай рабочийға, мына балдарға киім-кеншектер сөздің шыны керек. Мысалы балдар киіп тастасын, ойнап тастауға киседе деп сондайларды әкеліп тұрады сол. Әкеліп тұрды. Яғни сіз қабылдайсыз оған. Иә, қабылдаймын, сосын менде де бар ғой, тек Аллаға шүкірміз ғой, тағы айналада бар деген сияқты болады ғой, любой үйде, мысалы 3-4 бала, мұрын бағып жүрген әркімнің үйінде отбасында бар бала-шаға. Соларға апарып бересің, оларды мәз қыласың жаңағыдай. Негіз маған бір кісі айтып еді, үйге әкеліп тұрып біреу былай беріп нетіп жатса, сендер оны жоқ, алмайым деп өйтіп, как менсінбейтін адам сияқты болмау керек. Ол саған үйіңе әкеліп тұрған адамдар, ол сенің ризығың дейді. Адамға саған. Сен оны алып қалып, мысалы, можешь көршілеріңе бар ғой адам тағы бір, мысалы, ол не обязательно 10 бала, 11 бала. Мысалға бар, мысалы, 3-4 баласымен қиын, мысалы, қазір жөнді жұмыста жоқ, көп охранада жұмыстайды 100 мың теңгеге. 5-6 баласы бар. Келіншегі үйінде жүреді, мысалға жаңағыдай бала шағасын қарайды. 100 мың, 150 мыңмен күнелтіп отырған адамдар бар. Олар мысалға 4 бала, 5 баламен, оларға да қиындау да қазір. Қазір тамақтың бәрі 2 есе болып кетті. 10 мың теңгемен. Бұрын 10 мың теңгеге почти жарты айдың продуктысын алып тастайтын. 10 мың теңгемен бар. Не аласың? Бір күн жейтін азығыңды аласың бұл. Ауылдастарыңыздың жайын айтып отырсыз. Жалпы қалай ойлайсыз? Бүгінгі отандастарымыздың, қазақстандықтардың әлеуметтік жағдайы қай деңгейде? Енді мен айтайын дегенім жаңағы жастарға әскерге барып келеді. Жасы 22-23 жасында үйленеді. Сосын енді үй болайын десе, бұларда үйі жоқ. Оларға вынужден қалаға квартира жалдайды. Квартираның өзі саған 20-30 мыңға ешкім квартирада бермейді. Не осы мәселені де қарастырған жақсы да жоғарыдағылар. Әлі бір көп қой, Астананың айналасында Ақмола облысында жер көп. Сол жерге мысалы мына ауыл, мысалы Қосшы қаласы бар, анда Қоянды бар, соның аржана бір 3 көше ма, жастардың көшесі деп салып тастаса, мысалы менің балам 22-ге келе ма, үйлі болып келіншегі алып нетіп жатса, үкімет тарапынан сондай жер, типа подарка да ол. Бар ғой енді жоқ емес, жерлер бар. Ол жерді бермей жатыр, нетіп жатыр қазір. Мен өзім үкіметтен жер алмаған адам. Үкімет бар ма, жоқ па, мен білмеймін қазір. Сол үкімет болса, жоғарыдағыларға айтатын. Сол дұрыс деп ойлаймын да, мысалы, келеді осы. Мысалы, менің де қазір балдарым үлкендеріне, ол мына жерді, осы балаға мына жерді бердік десе, мен уже соған атсалсам, барамда фундамент құям, 1 жыл фундамент құясың, бір күн хоть 2 комнатасын салып қоясың, адам көріп отыратын. Сосын ол уже үйленгеннен кейін өз үйленеді, сол уже любой адам енді үйленеді ғой.
сол жерде тұрады, мысалы үйі бар, баспанасы бар, ары қарай уже ол енді жас бала уже ары қарай өзін дамыту үшін жұмысын жасайды, тапқан кредит квартираға төлемейді де, мысалға 80 мың 100 мың квартираға төлегенше одан да бір кірпішің бар, ағашың бар, жайлап түсіреді. Мысалы қысымен жинаса материалын, жазда 3 айда жайлап салып көтеріп солай үйлерін салып ала береді. Мен өзімнен сондай басымнан өтті. Мен жер орын сатып алдым бірақта. Сосын жайлап үй салып алдым. Ол Жаңаөзенде. Онда да мысалға жаңағыдай айтады, очередь, андай очередь, 15-ші очередь, 20-ші очередь үй деп. Бірақ мына қазір 2022 23 жыл болды ғой отасқаныма. Ондай үкімет тарапынан үй бірдеме деген алған емеспін. Мысалы біреулер болады, бір комнатты үй бірдеме береді. Білмеймін, может. Ар жағында таныстары барлар алатын шығар. Бұрын қайта егемендік алмай тұрғанда мен білем, біздер мектеп оқып жүргенде әке шешемізге жер орын берді, дача беретін еді, дачынан жер орын, үй расширение дейтіндер болды. Қазір жоқ қой біреуде қазір ондай. Қазір аға қоғамда дәл осы әлеуметтік мәселеге келгенде екі түрлі пікір бар аға. Бір жақ айтады, мемлекет тарапынан бағана өзіңіз айтқандай ешқандай қолдау жоқ, жұмыссыздық белең алып бара жатыр Қазақстанда дейді. Екінші тарап айтады, екі қолға жұмыс істеймін деген азаматқа бір күрек табылады. Тек адал еңбек, маңдай тер қажет дейді. Сіз қайсысын қолдайсыз? Жоқ, енді сен адам бала шағасын бауға аяқ қол істеп тұрса, әйтеуір таңертең ерте тұрып, өзіңнің несібеңді жібермеу үшін қимылдап, жұмыс бар, шабашка дейді, көп қой жұмыстар. Басқа елдерден де келіп жұмыс жасап жатқан азаматтар бар мұнда. Вот солардың жұмысын неге өздеріміз істей аламыз, ол үй салуға болады, крыша, анау мынау сондай жұмыстар. Мен ойлаймын, қазір көп жастар бүйтеді, маған бір бала болса болды, мен кредитім бар, әлі үйім жоқ, бүйтім жоқ дейді. Жаңағыдай бір мәселені көтерсе, мен ойлаймын, мені қолдайды деп адамдар бәрі, мысалға қазір сөздің шыны керек, жер орын, мысалға сізге қазір ұлыңызға армиядан келді, үйленді, ана көшеде ана жастардың көшесі бар, сол көшеден осындай жер сіздің ұлыңызға, сізге осы 3 жылдан 5 жылға дейін береміз, сол жерге үй салып беріңіз ұлыңызға. Салмайтын болсаңыз, сол мерзімнен кейін қайтан алып үй салатын адамға беремін деген сияқты да. Ол адамда өзі интерес кетеді. Бәрі сол үй үкімет тартып алады, барайықта үй салып тастайық деп. Үйлер солай жастар үйлі болады. Солай деп ойлаймын мен өзім олай. Яғни бастапқыда мемлекет тарапынан жастарға қолдау болса, жастарға қолдау, ары қарай өзі үй салып қолдары өз ауыздарына жеткеннен кейін, өздері жастар сөйтіп жүргенде, пока үй салам деп жүргенде 30-ға келеді, сосын ары қарай өзін дамытады, бала шағасын, ол кішкене біраз жеңілдік болады деп отырғаным ғой. Жақсы, түсінікті аға. Енді бір сұхбатыңыздағы баламның телефондарын кешкі сағат 23:00-ден кейін жинап аламын деген екенсіз. Балаларыңыз реніш білдірмей ме? Неге реніш білдіреді? Қазір телефон не үшін ұстайды? Қазір көбіне онлайн, офлайн дейді, сабақтар, қазір мына телефон болмаса да, қазір дневник, күнделік деген жоқ қой балаларда. Бұрын күнделік болатын еді, алып, бүгін не істедің, сабақта қалай оқыдың? Білмейсің, телефоннан қарап, неше бағалған қарап отырасың. Негізі күнделікті алып тастағанды білмеймін, не үшін алып тастады. Қазір мысалы интернетті жоқ болып кетсе, балалар сабақ оқи алмай қала ма, баға алмай ма, соны. Мысалы біз постоянно контроль ұстап отыруымыз керек. Мысалы менде интернет бітіп қалады. Мен балдарымды, ой, интернетім жоқ деп, балдарым сабағын қадағалай алмай қалам да сол кезде. Ол да дұрыс емес, негізі күнделік деген дұрыс. Үйге берген тапсырма, ол келіп кітапты ашып, не оқып отырғанын да білмейсің. Үйге не берді? Мынаны берді, папа дейді, сол бірде мен оқып жатады. Сен білмейсің ғой балаға дейтін, мұғалім не? Ол сен мұғалімге звондамайсың ғой, бүгін қай параграфты, қандай сабақ өтілді, несін білмейсің. Балаларыңыздың жалпы күнделігін қадағалап отырасыз ба өзіңіз? Енді күнделік, қазір жоқ қой күнделік. Онлайн ғой барлығы. Онлайн енді күнде болмағанмен 2 күн, сол балаларды нетіп, телефон өзім телевизордың қасына үстіне бәрі жинап қояды бойынан, оқып жүрген балалардың бәрі. Сосын ашып, қарайсың 2 күн, 3 күнде, енді постоянно қарамайсың, так ертең осындай екен, осындай баға алыпты. Бірақ мыналарды айтпайды ғой 3 алған. Сосын айтам, неге 3 аласың? Неге мына бағаң төмендеп бара жатыр? Осыдан қарап аласың. Сен күнделік болса, күнделікті ашып. Расписание ертесі күнге не берді? Ойбай, интернет ұстамайды.
телефонда интернет ұстамайды. Енді қалай енді сабақ ертеңге не апарасың? Ол бәрі интернет болып кетті да қазір. Мысалы кейде болады ауылда интернет ұстап тұрған телевишкілер нелер. Мысалы тоқ болмай қалатын кез болады. Қатты борандарда интернет, мысалы боран болды деп 3 күн сабақ оқымай жатпайды ғой балалар. Күнделік деген негізі жақсы балалар. Қанша балаңызда телефон бар? Мектеп оқитын бәрінде ең кішкентайларында жоқ. 6-ау мектеп оқиды. 5-еуінде бар ғой. 4-5-еуінде бар телефон. Бәрі сол телефонды алып берейін деп алып бермейсің ғой, болмаса бұлар керек, заманға сай дейміз ба, не ал дейміз, мектеп. Бұларға телефон алып бермесең, бұлар оқи алмайды екен сабақты. Ал кішкентайларыңыз телефон қарамайды? Жоқ, қарамайды. Интернеттің бірақ пайдасы бар, ол үлкендерге пайдасы бар шығар, кішкентай балаларға пайдасы. Бұларды бұзады негізі интернет деген. Бұлар интернетті оқиын дейді, басқа зат қарайды негізі. Қарасаң ана ішіндегі бір ойындар бар ғой. Бәрі кіріп кетеді. Артыңнан келіп қалды, алдыңнан келіп қалды. Мен не істеп жатыр? Кім келіп қалды? Қарасам соғысып отырады бір-бірімен. Вот, шынымен. Сондай. Жалпы өзіңіз отбасында қандай екенсіз? Анықтама бере аласыз ба? Білмеймін, оны бала шағам айтатын шығар. Қатал. Жоқ, енді мен балаларға қаттырақ қараймын. Мамасы ұрыспайды. Ұл қыздарыңызға бірдей қарайсыз ба? Бірдей қараймын. Бірдей қарағанда енді үлкен қыздарға ол көп нетпеймін, олар енді өздерінікін жасап, өздерінікін олар енді арасында шай ішіп отырғанда айтасың. Жақсы адам болың деген, өзің отырып шай ішіп отырғанда айтатын. Енді жоқшылық, тоқшылық замандарда жаныңыздан табылып отырған өмірлік серігіңіз жайлы не айтасыз? Қандай адам? Келіншегім, мысалы, 16 жаста удостоверение алғанда, сондай той мерекелер болады, сондайларда олар алып, қалада жүреді, сол кездері танысып солай. 16 жасында таныстым. Сосын солай жүрдік. Армияға кетіп қалдым, армиядан келдім. Сосын армиядан келгесін, мен әке-шешем болды ғой үйде. Мен өзіме қандай не болсаң да бір қарапайым қыз керек болды да маған. Болмаса ер бала білесің ғой, бір қыз жүрмейсің, ана жақта бір қызың болады, ана ауылдан бір қызын ұстап аласың деген сияқты. Онымен бүйтіп жүрсең, оның несі характері басқаша болады. Былай сосын айттым мен осылай. Жарайды деді, ол да көмек сосын. Үш апасы бар ғой. Апаларым барып құлақтарынан теуіп, құлағына тепкеннен сен үйге келін керек, короче. Шал кемпір бар пенсияда. Сосын добро берді, сосын үйлендік. Как раз армиядан келдім. Қысқа октябрьде үйлендік қой, ноябрь, октябрь. Келіншегіңізге сыйлаған есте қаларлық сыйлығыңыз? Содан бері келе жатырған ол да тек чисто алтын жүзік қой. Басқалардың бәрі мусор болып қалады, киім киеді, 2 жыл киеді, лақтырып тастайды. Сол есте қаларлық. Сол алтын несі бар. Одан кейін алтын сыйламадыңыз ба? Қосылған. Оны тақпайды ғой, тақпайтын алтын не керек, ол ана ненің вазының ішінде тұрады екен. Жалпы сыйладыңыз ғой? Жалпы сыйладыңыз ғой? Сыйладым, ондайлар болады ғой, туған күнінде, неде, сепішке, анау болады. Бірақ олар не керек, олар бір той мерекелерге киіп шығады, постоянно үйде киіп жүрмейді ғой. Менікін қасына қосып алған, мен тақпаймын алтын. Неге? Неге тақпайсыз? Біздер жұмыс жасайсың, анау, мұнау. Мен 1-2 случай көрдім, алтын сақинамен машинадан бірдемеден секіріп, біз анадай жұмыстар жасап отырғанда, қол ілініп қалса, бармағы жұлынып кетеді деген сияқты. Бірақ не демес, мен жалпы қызықпаймын қолыма темір терсек тағып жүргенде. Балаларыңыз демалысын қалай өткізеді? Біз былай қыламыз. Суббота күні, воскресенье или сол 3 ай демалысында бәріміз бала шағамыз жиналып, қауын, қарбыз, продукты, қуырдақ, картошка бәрін салып аламыз машинаға. 2 машина болып барып далада барып шашлигіміз пісіріп, таңертең кешке дейін жатамыз. Балық түссе, түспесе. Өзім балыққа қатты қызықпаймын, сонда да бір удочка алып кетіп барып, балық салып қойып, сондай демаламыз. Соны жақсы көреді балаларды. Өздері айтады, папа, анда барып келгенде жол шаршатады ғой, білесің ғой. 2 сағат, 3 сағат таңертең кетесің. Ол барып Пакаланда жүресің. Бір барғаннан кейін ол Бурабайға да қайта барып ол несі кетеді. Айтып отырмын ғой, любой бір. Мысалы, менде мына Нұраның бойында бір жер емес, 5-6 көп андай. Өзінен өзі адам қолдан жасамаған аны жерді.
бір Алла тағаланың салып қойған айналасы кәдімгі речной песок, күшті жерлер бар. Вот соған барасың, зато таза су, ағын су ағып жатқан. Соның жанында отырып демалған. Сондайды жақсы көреді. Балдарым да соны жақсы көреді. Сіз үшін байлық деген не? Байлық дейтін, главное байлық ол жанұяң аман, тамаң тоқ. Тек жанұяң емес, ауылың, еліміз тыныш болған. Қазір бар ғой айналаның бәрі соғыс жүріп отыр. Не байлық болады? Құдай сақтасын, басымыздан келмесін. Осы еліміз тыныш болсын, бәрінің отбасында сол байлық. Көршің тыныш отса, бәрі жақсы болса, сол байлық. Мысалы, мен де өз отбасыма соны тілеймін, тек тілейтінім. Байлық, жаңағыдай, қаражат ол, ақша дейтін бірде бар, бірде жоқ. Жаңағы біреулер айтады, ақша қолдың кірі. Қазір ұстап тұрасың, миллионды, апарасында сауып жібересің, машина сатып аласың, кетіп қалады. Сол сияқты. Сенің бала-шағаң, отбасың тыныш, ауырмай, солай өмір сүрген, сол маған байлық. Сіз үшін бақыт деген не? Бақыт деген маған әйтеуір Алла қойған мақсаттарына жетіп, бала-шағаларын, оқуларын әйтеуір өздері осылай жасаймын деп, жақсы жолға ұмтылып, сол ұмтылыстарды алдынан жақсы нәтижемен шығып отса, сол маған бақыт. Әйтеуір мәз боламын ғой үйде. Анау оқуға түстім дейді, анау кеше грамота алдым, анау былай істедім. Сол бәрі жақсы жағынан ғой, сол маған бақыт. Мен бақытты боламын, тек мен емес, шешесі де бақытты болады, бала-шағасы жақсы жүрсе. Көп балалы әкелердің қоғамдағы рөлі қандай? Ол ұрпақ сүйгеннен кейін, сен осы ұрпақ артына жалғасып, сенің артыңды жалғастырып кететін ұрпақ қой. Сен соған өнеге болып, соған ақылшы болып, ертең ол өскенде де осы әкем сияқты болып, өсейінші осы әкем қалай жүрді, соның жолын берсін деп, сондай жақсы дәрежедегі адам болып өмір сүріп білген жақсы. Балаңды арман сондай ғой, мысалы, әкем қанша мен білмейміз, жалпы ұрыссаң да балаға, ертесі күн бала дейтін, жаңағы бір шай ішкенде жоқ болып кетеді баланың мінезі. Сол сияқты ғой, жаңағы бала не етесің, ертесі күн әке деп тұрады ол бала. Сен бүгін ұрысып тұста, сен неге бүйттің, неге бүйт? Ертесі күн ол әке. Сол үшін әке, сол достойын, сол нәтижеңді сен жоғалтпауың керек. Осы бала не деп тұрман қара? Бала сен қанша, басқа адам өтпейді. Сен басқа танымайтын біреуді бірдеме деп ұрысып қалып, ұрысшы соған. Ертесін саған жоламай кетеді. Да жолдастарыңның ішінде де бар сондай жол. Сен балаң ертесі күн тұрады әке деп саған нетеді. Сол өзінің қаның ғой. Қазіргі қоғамның ең үлкен дерті. Ұл қыздарын тастап, тіпті алимент төлемей қашып жүрген әкелері бар. Енді оны жалпақ тілмен айтқанда көкек әкелер дейді ғой. Оларға не айтасыз? Негізі ол болмайды ғой, өзінен шыққан, өзінің қаны ғой. Ол болмайды, ол өзіңнің тумаңды, өзіңнің қанын сатқанмен бірдей ғой. Өмірдегі өкінішіңіз бар ма? Жоқ, ондай өкініш. Қап деген түсіңіз бар ма? Әттең осылай істедім ау деген. Жоқ, енді ондай жаңағы балдарға қатты айқайлап қоясың, сондай кездерде ойланасың, неге үйттім екен, неге бүйтіп ұрысып тастадым екен деп өзім ойланып жатамын, бұлар ертең кек ұстап қала ма деп. Мысалы менде болады, қызыма да айқайлайын, ұлыма да айқайлап. Кәдімгідей ұрысып тастайсың бұлар. Бала дейтін қып-қызыл болып кетеді ғой, ондай ұрысып жатқанда. Енді болды, папа бүйтпеймін, сөйтпеймін дейді. Сол кезде ойланам, ата қолдан ондай бір өмірге деген. Сол бала-шағама, жаңағыдай жолдас жігіттеріңе бір болмайтын нәрсеге айқайласып қалсам, өзімді ойлаймын, неге бүйтіп қалдым? Мен наоборот үндемей кетіп қалсам болады еді, сол жерде оған айқайламай, ұрыспайды. Сондай кездерде болды ата. Жақсы, рахмет Болатбек аға. Уақыт тауып бізге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Шынайы ашық сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Ұлыңызды ұяға, қызыңызды қияға қондырып, солардың қызығын көруді Алла сізге нәсіп етсін. Ұзақ ғұмыр тілеймін. Аман болыңыз, бар болыңыз. Достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Бүгін біздің қонақ болған 11 баланың әкесі Болатбек Қуанышбайұлы Әлмұханов. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар. Жақсы.